Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Онкар арнасында кезекті шығарылым. Қазақстанда тіркелмеген көліктермен болашақта жүруге бола ма, болмай ма? Және 1 қыркүйектен кейін Қазақстанға кірген көліктерді жеңілдікпен рәсімдеуге рұқсат бере ме, жоқ па? Жауабы осы видеода. Бүгін Ішкі істер министрлігі арнайы брифинг өткізді. Ары қарай көріңіздер. Алдымен, Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша көліктерді тіркеу кезінде 3 нәрсеге басымдық берілді. Алғашқысы, 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстанға кірген көліктер тіркелді. Екіншісі, ешқандай қылмыстық іздеуде болмаған және қылмыстық іздеуде жоқ көліктер ғана тіркелді. Және кедендік тазартудан өткен деген үшінші талабы бар. Бірақ бұл талаптар да кей уақытта өзгерді. Оны Ішкі істер министрлігінің өзі айтып отыр. Бұл қандай өзгерістер? Алғашқысы, кедендік тазартудан өтпеген көліктер тіркеуге қойылып жатты. Бұл қандай көліктер? Оны қарапайым тілде біз конструкторлар деп атайтын көліктерімізді тіркеуге рұқсат бердік деп отыр. Ол 14 мыңнан астам конструктор, яғни Қазақстанға қосалқы бөлшек ретінде, жалпы Еуразиялық экономикалық одақтың аясына конструктор ретінде, көлік емес, ол қосалқы бөлшек ретінде кіргізіліп, осы жақта қайтадан көлік болып жүріп жүрген көліктерді тіркеуге рұқсат берді. Бұл көліктер әрине шектеулермен тіркелді. Ол көлікті басқа біреуге сатуға болмайды және ол көлікпен Қазақстанның шекарасынан шығуға болмайды. Тек қана Қазақстан аумағында сол көлікті тіркеуге қойған азаматтар ғана жүруге құқылы болды. Бұл енді ең әуелдегі бекітілген ережеден өзгертілген бір ереже болды. Тағы бір өзгертілген мәселе, бұл 1 шілдеге дейін ғана емес, 1 шілдеден кейін де тіркеу жалғаса береді. Тек сол 1 шілдеге дейін арнайы порталда ЕГОВта немесе екінші деңгейлі банктердің қосымшасы арқылы жеңілдікпен тіркеуге өтініш берген адамдар уақытша тіркеуге көлігін қоюға мүмкіндік алды. Ол тіркеу, уақытша тіркеу 5 жылға жарамды. Бұл не үшін жасалып отырған мәселе? Мәселен, қараңыз. Мысалға айтайын, сізде Ресейден алған көлік бар. Бірақ сіз Ресейдегі, енді ол Ресейден перекупщик алып келген болуы мүмкін, немесе Қазақстанның ішінде қолдан қолға өтіп, 10-шы иесі болуыңыз мүмкін. Сіз оны техпаспорттағы иесін әзірге таба алмай жатқан болуыңыз мүмкін. Бұл жағдайда сіз өтінішті беріп қоясыз, беріп қойдыңыз. Содан кейін 1 шілдеден кейін уақытша тіркеуге қоюыңызға болады. Бұл 5 жылға беріледі деп айттық жаңа. 5 жылдың ішінде сіз жаңағы уақытша тіркеуден шығарып, тұрақты тіркеуге қоюға болады. Ол үшін жаңағы Ресейдегі иесін тауып алып, немесе басқа тәсілмен Ресейден тіркеуден шығарып, барлық талаптарды орындағаннан кейін сол 200 мың теңгемен тіркеуге қоюға болатын мүмкіндік жасадық деп отыр. Бұндай көлікпен де 15 мыңға жуық көлік уақытша нөмір алып үлгеріпті Қазақстан бойынша. Бірақ әлі де шетелдік нөмірмен Қазақстанда жүрген көліктер бар екен. Келесісі, бұл көліктермен сәлден кейін айтам, болашақта жүруге бола ма, болмай ма? Мысалы, уақытша нөмір алмай, ресейлік нөмірмен, армян, қырғыз нөмірмен бұдан әрі жүруге бола ма, болмай ма? Ішкі істер министрлігінің өкілі жауап берді, сәлден кейін көресіздер. Әуелі мұнан тоқталайық. Қазір 1 қыркүйектен кейін де кіргізілген көліктерді осы жеңілдікпен тіркеуге қою қажет деген талаптар айтылып жатыр ел арасында. Осындай мемлекеттік органдармен талқы жүріп жатыр. Бұған бүгін ресми брифингте Ішкі істер министрлігінің өкілі былай деп жауап берді. Көліктерді заңдастыру барысында тағы да соңғы кезде пайда болған бір проблема бар. Оны көтеріп жүрген өзіміздің осы республиканың азаматтары, сол автокөліктерді заңдастыру шеңберінде белсенді азаматтар. Кезінде біз олармен бірігіп те жұмыс істедік, талай проблемаларды бірге көтердік. Бірақ соңғы кезде ол кісілердің қойып отырған талаптары енді ешқандай да бір заңға сыймайтын талаптар.
ол мына 2023 жылдан кейін о 2022 жылдың 1 қыркүйегінен кейін әкелінген автокөліктерді заңдастыру болып отыр. Ол бойынша біз бірнеше рет осы бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде арнайы түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Тағы да айта кетеміз, мемлекет басшысы өзінің жолдауында 3 шектеуді айтқан болатын. Ол бірінші, кедендік рәсімдеуден өтпеген автокөліктер жатпайды заңдастыруға. Екінші, криминалға қатысы бар автокөліктер жатпайды. Және 2022 жылдың 1 қыркүйегінен кейін әкелінген автокөліктер рәсімдеуге жатпайтын атап өткен болатын. Осы жерде енді осы әңгіменің төңірегінде біз қарастырып көрдік. Осындай 2023 жылдың 1 қыркүйегінен елімізге әкелінген бір 80 мыңдай автокөлік сол рәсімделмей, сол бойынша қазір әңгіме көтеріліп отыр. Оның бер жағында біз тағы да талдау жұмыстарын жүргіздік. Сол 2022 жылдың 1 қыркүйегінен кейін әкелінген тағы да 124 мыңдай автокөлік болған. Соның қазіргі күнде 95 мыңы осы Қазақстанның сыртынан әкелінген автокөліктер. Ол автокөліктердің бәрі осы заңның талабын түсініп, бүгінгі таңда кедендік рәсімдеуден өткізіп, содан кейін жаңағы өтел алымымен бастапқы тіркеу алымының бәрін төлеп, көліктерін заң жүзінде қазіргі кезде тіркеуге қойған. Ал енді мына кейбір кісілер сол 95 мың адам заңды түсініп бәрін жасап отыр. Ал кейбір кісілер енді біз заңға бағынбаймыз. Біздің автокөліктерімізді осы заңдастыру шеңберінде осы алымдарды төлемей қойып беріңіздер деген талап қойып отыр. Мен айта кетейін, бұл заңсыз талап. Енді жасыратыны жоқ, көздеріңіз көрдіңіздер, әлеуметтік желілерде сол белсенділердің бір-екеуі осы автокөлік иелерін мынау неше түрлі шерулерге, митингтерге, басқаларына шақырып талап етеміз деген сондай өздерінің әңгімелерін айтып жатты. Мен айтатын едім, қазіргі таңда біз Қазақстан азаматтары осы Қазақстан Республикасының заңына бағынуымыз керек. Сол заң қалай болса, сол заң аясында жұмыстардың бәрін жүргізуіміз керек. Ал енді заңға бағынбай, басқа да сондай заңға қайшы келетін керіс қылықтар жасалынып жататын болса, бұл кісілердің бәрі заң жүзінде жауапқа тартылатынын айта кеткім келіп отыр. Яғни енді қысқаша түсіндіріп өтейін, мемлекет басшысының жолдауында да өзі айтқан болатын, іздеуде жүрмеген, кедендік тазартудан өткен және Қазақстанға 1 қыркүйекке дейін кіргізілген көліктерді жеңілдікпен тіркеуге қойыңыздар деп мемлекет басшысы айтқан. Осыны басшылыққа ала отырып, олар бұл көліктерді тіркеуге қоймаймыз деп отыр. Бірақ әзірге белсенділердің бұл мәселені белсенділер тоқтатқан жоқ, әлі де талқылаулар жүріп жатқаны белгілі. Келесі мәселе, егер мысалы бұл көліктерді тіркеуге қоймайтын жағдай болса, оны қанша уақыт ол көлікпен Қазақстанда жүруге болады? Мысалы қазір қазақстандықтарға шетелдік көліктерді өз аттарына сақтандыруға болмайды деген заң шықты ғой. Енді сақтандырудың уақыты біткеннен кейін бұл қалай болмақ? Оны ары қарай созуға болмайды. Сонда бұл көлікпен жүруге мүмкіндік бола ма, болмай ма? Тағы да Ішкі істер министрлігінің өкілі жауабын береді. Заң түрінде талапқа бағынбаған жүргізушілерге әкімшілік кодексі бойынша 10 МРП дейді ғой, минимальный айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Бірінші рет. Екінші рет тағы да сондай заң бұзушылық болатын болса, онда тағы да сондай айыппұл салынып, автокөліктер арнайы тұрақтарға қойылатын болады. Сондықтан автокөліктеріңізді уақытында тіркеуге қойып, төлемдерін бәрін төлеп, Қазақстанның мемлекеттік белгісі мен мемлекеттік төлқұжатын алу керек. Сонымен, менің білуімше, қазірдің өзінде біз қала көшелерінде әлі де ресейлік, армян, қырғыз нөмірлерін таққан көліктерді көріп жүрміз. Бұл көліктерді сақтандыру полюсы біткенге дейін басқаруға, ол көліктермен жүруге мүмкіндік бар. Ары қарай ол көліктерді жүргізбейміз деген өз аузынан естідіңіздер. Тіпті айыппұлға тоғытудың өзі
басталып та кеткен екен. Бұл жерде тағы да айта кету керек, Грузиядан келген, басқа мына Еуразиялық экономикалық одаққа мүше емес үшінші елден келген көліктер де бар ғой бізде. Олар кедендік тазартудан өтпеген екен. Оларда тіркеу үшін жеңілдік болмайды. Тұрақты тіркеуге қою үшін заң бойынша бекітілген барлық талаптарды орындау керек деген мәселені айтты. Мысалы, ол арнайы кедендік тазартудан өту керек, алғашқы тіркеу жарнасын төлеу керек, утилизациялық алымды төлеу керек. Бұның енді қанша екенін өздеріңіз де мен айтпасам да білесіздер. Бұл көліктерге әзірге ешқандай нақты шешім болып отқан жоқ. Әзірге осы, амандықта жүздесейік.